Сәлем достар, сіздер мен Нурка Отсыбай. Және де бүгін бізде лайфхактар тексеру. Бүгін біз өте қызық бар. Достар, онда біз миллионер боламыз. Мен уже мойын тағып қоп. Достар, бүгін бізде лайфхактар тексеру. Өздеріңіз білесіздер, лайфхак деген быжынап жатыр. Біз сол баяғы TikTok желісін күні бойы асты үстін төңкеріп лайфхактар іздедік. Және де біз сол лайфхактардың ішінен 10 түрін таңдап алдық, жақсылау деген. Және біз бүгін сол 10 лайфхактың ішінен арнайы таңдау механизмімен 3 лайфхак таңдайтын боламыз. Әлгі 10 лайфхакты біз қағазға басып шығарып алып, яғни қатты Барби, йо-йо Тимати болу, және де жалмауыз кемпір дегендей ерекше атты лайфхактарды тексеретін боламыз. Ал енді таңдау механизміне келдік. Мыналар біздің жаңағы 10 лайфхакымыз, қағаз жүзінде шығарып алған. Және де мынадай банкыны алып, былайынан айналдырып, және де осы банкі қайсылар тоқтайды, соны тексеретін боламыз. Ал ендеше сіздерге таңдау әдісін түсінікті болса, онда бірінші лайфхакымызды таңдайтын боламыз. Балмұздақ жасау. Очень вкусно. Мына жігітке қараңыздаршы. Қалай мороженое жейді прям. Тамсанып жейді ғой кәдімгідей. Достар, бұл лайфхак түскеніне шынымды айтсам өте қуанып тұрмын. Мороженое қолдан жасау деген ол бала кезгі арманымыз ғой. Бесконечный мороженое жеу деген. Бірақ енді жаңағылар нелеріне қарағанда, жаңағы лайфхакқа қарағанда, бұл шамалы қымбаттау шығатын сияқты ғой. Жалпы балмұздақ керемет зат қой. Настроениең бұзылғанда жейсің, настроениең көтеріліп тұрғанда жейсің. В общем, жей бересің любой уақытта. Жалпы достар, егер бұл лайфхак орындалатын болса, үйде жатып алып балмұздақ жасайтын боламыз. Жалпы үйде отырып аламыз да, ақша табатын боламыз. Мони. Қалай жалпы? Идея ұнады ма? Егер идея ұнаса, мороженое жасап көреміз. Сол мороженое жасауға бізге керек заттар кет. Сливки, шоколад, патриотизм, сгущенка, және де қағаз стакан. Табақ мынандай, бәрін салуға мынаған. Салып жаңағыдай бұлғауға. Айтпақшы, лайфхакта не ғой? Миксер туралы айтылды ғой. Ал бізде өкінішке орай миксер жоқ. Hello darkness my old friend. Зато қолмен былғайтын ба. Ол үшін біз қиындау жағын ұнатамыз ғой. Сол себепті қолмен былғаймыз. Және де микроволновка. Шоколадты ерітуге, жаңа лайфхактағыдай. Ыдысты аламыз, шоколадты ашамыз, шоколад сындырамыз, микроволновкаға саламыз и ерітеміз. Негізі дәл лайфхактағыдай жаңағыдай істеп жатыр. Бірақ лучше водяной баняда істеген дұрыс қой негізі. Что-то әлі ерімеді шоколад. Болды ау деймін. Қарай кенді.
ұсақ қой. Ё-моё, жанып тұр. Жаңағыдай лайфхактағыдай стаканды аламыз да, ішіне құямыз. Так, асықпай жәмендеп жан-жағына жағып шығамыз. Лайфхактағыдай. Енді бұл жаңағы стаканчигімізді шоколад жағылған холодильникке салып қоямыз. Жаңа лайфхактағыдай минутқа. Пока біздің жаңағы стаканчиктегі шоколадымыз қатқанша, морозилькаға салып қойдық қой, қатқанша біз жаңағы ішіне начинкасын жасай береміз. Сливкиді жаңағы ыдысқа құямыз. Ал енді қолмен араластырамыз. Өкінішке орай миксер жоқ. Лайфхактағыдай сгущенка құямыз. Сгущенка жаңағы 30%, то есть количество сливкидің 30%-індей не құямыз. Сгущенка. Әйтеуір бәрінен бір жеріміз жазып қалмаса олар әйтеуір. Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. Шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Қайтадан араластырамыз бәрін. Жалпы жаңағы лайфхактарды 20 минутке морозилькаға қойдық. Мынандай болып қатты, іші. Енді бұның ішіне біз мына қолмен ручной миксермен істеген не дейді жаңағы? Не дейді бұны? Крем дей ма? Крем, скорее всего, білмеймін. Но негізі мықты сұйық сияқты. Жалпы осылай қадап қойдық. В общем, дәл осы күйінде холодильникке, то есть морозильникке жаңағы лайфхактағы айтқан минутқа салып қоямыз. Достар, пока мороженое қолдан салған мороженойымыз қатам дегенше келесі лайфхактар тексеріп көреміз. Ал мороженойды соңында көретін боламыз. Кеттік. Ал енді екінші лайфхактымызды көретін боламыз. Капрон мен жұмыртқа. Ал енді достар, келесі лайфхакымыз. Жаңағы өздеріңіз көргендей, жұмыртқаны капрон колготкеге салып айналдырсақ, ішіндегі сарысы ағымен араласып, в общем, сары жұмыртқа болады қайнатсақ егер. Ондайға сенесіздер ме? Өз басым бұл шықпайды деп ойлаймын. Бұл жаңағы пышылдаған дауысы, мына жерде оператордың пышылдаған дауысы. Анық естілді, явно видеоға естілген сияқты. Ал енді достар, бұл лайфхак негізі өтірік лайфхак сияқты, бірақ сонда да бұны тексеріп көреміз. Бізге әрине керегі тауық емес айтпақшы. Бізге бірінші керегі әрине жұмыртқа, скотч, жұмыртқаны скотчтаймыз. Сосын әрине капрон колготки. Оказывается, капрон колготкелердің түр-түрі болады екен ғой, фирма. Қымбаты болады, арзаны болады, мен аяқтан бәрі бірдей шығады жүргенім. Жаңағы в общем лайфхактағы қандай капрон екенін білмеймін енді. Вроде капрон бәрі бірдей деп айтты. Білетін адамдардан сұрады енді. Вроде айырмашылық жоқ қой дейді. Ладно, көрейік. Мынау күтте бөпенік емес пе, кішкентай? Мынау қыздарға сия ма не? Былай қарасаң кітапханада бөпелердің несі сияқты екен. Бір жасқа толған бөпелердің несі. Бұтына келетін. Созылатын болып тұр да сонда. Жаңағы бірінші лайфхактағыдай жұмыртқаны скотчтай аламыз. Қайшы керек емес жалпы. Так, капронға саламыз. Ал көрейік ал, капрон жыртылып кетпейді шығар енді. Бүйтіп айналып келіп мынадан пымп. Ұйықтап дейсің онда астыда дейін. Мә уже мойын тағылып болып. Жалпы біраз істедік. Енді лайфхакта точно айтылмаған неше минут либо неше рет істеу деген сияқты. Бұлай да істей жүрек, на всякий случай. Ал енді көрейік бұны. Осы капроннан жасалған ерекше жұмыртқамызды ысы суға саламыз да
қайнатамыз. Сосын ашып көреміз. Ал достар, неміз жұмыртқамыз қайнатылды. 25 минуттай және мұзды суға салып қойдық. Енді жұмыртқамызды ашып, ішін қарап көрейік. Что-то бір жеріне ағып кеткен жоқ па? Іші сарғайып кетті ме, бірден болып кетті. Мына ашуда проблема ол. Ал енді ашып көрейік. Бұл лайфхакқа мен мүлдем 90%-ке сенімдімін, что посылка бұндай бұл лайфхак орындалмайтыны. Егер орындалса, әрине прям вау болады. Біреулерді қызықтыруға, біреулерді таңғалдыруға. Жалпы достар, лайфхак орындалған жоқ мүлдем. Кәдімгі қайнатқанда жұмыртқа, жаңа капрон ештеңе пайдаланбай-ақ қайнатқанда жұмыртқа қандай болады? Дәл сондай жұмыртқа. Кәдімгі жұмыртқа. Капрон дәмі шығады. Әрине қалжың, капрон дәмі шығады. Капрон дәмді өлмеймін, қандай болады? Или дәм бар ма уже? Жалпы достар, енді бұл лайфхакқа әрине біз жұмыртқа, капрон, минус қоямыз. Лайфхак орындалған жоқ мүлдем. Ал енді соңғы әрі үшінші лайфхакымызды таңдап көреміз. Кет! Күйеуінің ортасы емес, мына қарай больше. Так что... Йоу, Тимати болу! Ал енді достар, келесі лайфхакымыз әрине бала кездегі біздің көп ойнайтын ойындарымыздың бірі. Или ойындарымыз, в общем, основной армандарымыз, мысалы, сондай Тимати сияқты татуирование болып жүру. Бала кезімізде жаңағыдай сағыздар алатын едік қандай. 5 теңге ма, 3 теңге ма, екеуіле 5 теңге ма, сондай сағыздар бар ғой, ішінде наклейкасымен алатын. Наклейкасын аламыз да, в общем, ішіндегі сағызын кейде лақтырып тастаймыз, шайнамаймыз, просто основной тек наклейка үшін аламыз, сосын сол наклейкалерін жинаймыз, жаңағыдай татуированный наклейкалер салатын. Эх, бала кезімде осы лайфхакты білгенімде звезда болатын едім. Пачка, қол болған татуировкамен отыратын едім. Yeah, I'm fucking smacked, don't know where I'm at. All I know is that I'm a pound of 30. Жалпы енді бұл лайфхакты жасап көруге әрине жаңағы бейнероликтегідей керек заттар ол принтер, духи және су, қағазды батыруға. Және жаңағы лайфхактағыдай дәл сондай сілгі. Және де енді керек зат ол әрине эскиз татуировкамыздың қандай татуировка болатын. Принтерді шығарып аламыз. Біреуі роза, біреуі қылыш. Жаңағы лайфхактағыдай эскизімізді қиып аламыз. Ендігіде духиді неге себетін боламыз, жаңағы лайфхактағыдай эскизімізға. Және 1-2 минутте қоямыз деді ғой. Тұра тұрсын енді 1-2 минут. Ох, духи мықты еш шығып кетті ғой. Және де жаңағыдай лайфхактағыдай енді эскизімізді мынаның үстіне қоямыз, судың үстіне. Осылай күтеміз енді, 2 минут күтеміз деген. Жаңағы жабыстыратын жерімізге сеуіп аламыз. 2 минут өтті. Так, лайфхактағыдай жабыстыратын жерімізге саламыз эскизді. Так, сүлгімен басамыз. Сосын дополнительно үстінен тағы да септі. Жабыстыру үшін деді ма, бірдеңе үшін деді, бірақ көре духиді.
шамалы ұстап көрейік, бір 2 минуттей шығар. Ал енді көрейік, шықты ма шыққан жоқ па лайфхакты. Дұрыс түспей қалу. Күтті қандай ізі қалды. Амон шамалы ұзақтау күтті көкша, или міне күтті ізі бар. Бірақ бейтсе кетіп балы аты үшін. Жоғалып кетті. Магия. Жалпы енді тағы жаңа екінші эскизіміз бар. Тағы да көрейік. Мүмкін ұзақтау күтпеген шығармыз. Так, қайтадан сүйіп жүреміз және жабыстырамыз. Қаттырақ басын қырау шығар мүмкін. Біраз шамалы уақыт күтейік. Шыны керек 10 минутте ұстадық. Енді бұл жолы егер шықпаса енді онда уже лайфхак шынымен жұмыс жасамайды деген сөз. Ал енді көреміз. Болсын достар, міне мынандай шықты. Бірінші шықпады, себебі ұзақта ұстамадық. Екінші суретімізді, эскизімізді жабыстырғанымызда 10 минутта ұстадық. 10 минутта ұстаған арқасында біз осындай нәтиже алып отырық. Жалпы бұл лайфхакқа плюс қоямыз. Ал мороженойды соңында көретін боламыз. Кеттік. Балмұздақтың холодильникте, морозильникте яғни тұрғанына 5 сағаттан асты. Енді ашып көрейік. Өзіңіз көргендей, лайфхактағыдай мороженое қолыңыздан жасалды. Өзіңіз көргендей, еще жаңағы татуировка, татуымыз әлі тұр салынған. Ал енді лайфхакымыздың дәмін көрейік. Достар, кәдімгі балмұздақ тұрған. Әрине, каждый фирманың балмұздақтың өзінің дәмі болады ерекше. Бірдеңеде қосылады. Но сонда кәдімгі пломбир сияқты, кәдімгі мороженое. Өте дәмді. Сол себепті бұл лайфхакқа біз әрине үлкен плюс қоямыз. Ал достар, егер менің бейнеролигім, яғни осы лайфхактар тексеру бейнеролигім ұнаса сіздерге, менің бейнеролигімнің астындағы қызыл подписаться түймесін қылуларыңызды сұраймын. Ал енді достар, бейнеролигіме лайк басып және кез келген комментария жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал енді келесі кездескенше сау болыңыздар.